эфире дейді. Отыра береміз. Барлықтарыңызға сәлем. Қайырлы күн. Біз тікелей эфирдеміз. Бүгін қазақша компания туралы біраз ақпарат бергіміз келіп отыр. Қазақ тілді оқырмандарымыз үшін. Жалпы немен айналысып жүрміз? Сире сәлем. Қайырлы күн тағы да. Енді менің оқырмандарыма да айта кетейік. Бүгін қазақ тілінде біздің эфир MW Life деген туристік компанияда жұмыс істеп жатырмыз. Лентамыздан көріп отырған болсаңыздар, бақылап білесіздер қайда не істеп жүргенімізді. Соны енді толығырақ кішкене осы эфир арқылы ақпарат беруді жөн көрді. Қазақ тілінде бұндай эфирлерді аптасына 2 рет өткізетін боламыз. Орыс тілінде және қазақ тілінде. Бізді тыңдап тұрыңыздар. Сонымен біздің компания америкалық туристік компания. Бұл бастай береміз енді? Маркетингті бастайғы. Америкалық туристік компания Making Wishes Real дейді. Ағылшын тілінен қазақ тіліне аударған кезде арманыңды іске асыр. Дұрыс па? Бұл туристік компания кәдімгідей, ол жерде барлық турист үшін қажетті жаңағы турлардың түрін таба аласыз. Тек қана айырмашылығымыз желі арқылы жаңағы жұмыс жасайды. Америкалық компания 2013 жылдан бастап Америкада, Европада және Азия елдерінде қарқынды жұмыс істеп келеді. 6 жыл бойы өте көп, 90, қазіргі кезде уже 100-ден астам мемлекетте жұмыс істейді компания. Ал біздің СНГ-нің территориясына, Қазақстанға келгеніне 5 ай болды. Март айынан бастап кірген біздің нарыққа. Қазір қарқынды жұмыс істеп жатыр. Осы біз сіңілім қасымда Айғаным мен Айгерім Жарылғасын осы компанияның серіктесіміз. 21 мамырда кірдік екеуімізде, содан бері қазір міне жұмыс істеп жатырмыз. Өткенде тамыздың 10 күні Астана қаласында біздің салтанатты ашылу шарамыз өтті. Ол жерге СНГ-нің жаңағы территориясына алғаш алып келген лидерлеріміз, көшбасшыларымыз, Полтавадан, Украинадан келді. Сетевой маркетингті 20 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан нағыз білгірлері, енді жілігін шағып майын ішіп тастаған сондай көшбасшыларымыз Николай және Ольга Лобановтар келді. Ашылу салтанатымыз өтті. Міне біздің нарыққа келіп, содан бері жұмыс істеп жатырмыз. Осы 2 ай жарым 3 айда біздің жетістігіміз, мен сеньор менеджер болдым компанияның, Айғаным менеджер болды. Оны ары қарай түсіндіреміз, бұл қандай статус, қандай бізге мүмкіндіктер береді, соның бәрін толығырақ маркетинг бөлімінде айтайық. Көп рахмет. Қазір маркетинг бөлімді Айгерім Жарылғасын әпкем жалғастырады. Ары қарай бүкіл сайтты, платформаны, кабинетімізді жеке қандай қызмет түрлері бар барлығын. MW Life, Making Wishes Real дейді. Воплощаем желание в реальность дейді. Арманды іске асырамыз. Міне жаңағы біздің айтқан көшбасшыларымыз Ольга және Николай Лобановтар ерлі-зайыпты кәсіпкерлер, жаңағы онлайн бизнес тренерлар, жаңағы коуч, бизнес 0 деген жүйені жаңағы ойлап тапқан адамдар, және маркетинг саласында именно 20 жыл бойы қызмет еткен өте мықты көшбасшылар. Міне сол кісілер келіп біздің нарықта ашты. Өткенде 10 тамызда Астанада, онан кейін Алматыға кетті, онан кейін Бішкекке кетті. Жалпы айтып тұрмын ғой, сетевой маркетингпен 20 жыл бойы айналысып жүрген адамдар, бәр жерде көшбасшы болған, біраз компанияларда істеген, көп жерді саяхаттайды, міне көріп отырғандарыңыздай. Негізі кез келген адамның арманы, дүние жүзін аралап, көру, саяхаттау, әдемі жерлерді көру. Қазір тем более 2-нің бірі шетелге шығып демалады. Бәріміз барғымыз келеді, ол жасырын емес. Жалпы неге желілік маркетинг? Қазір көріп отырсыздар, бұрын тек қана БАДы дейді ғой, витамин, дәрі-дәрмек, косметика ғана болса, қазір уже міне жайлап
туризмде желіге көшіп жатыр. Ақырында бәрі де желіге келе жатыр. Неге именно желі? Өйткені бұл жерде өздеріңіз білесіздер, посредник дейді. Вот соларды алып тастайды, артық ақша төлемей, тікелей жаңағы өндірушіден тікелей алу арқылы клиент біздер жаңағы ақша үнемдейміз, өз бағасын аламыз. Ортадағы делдалдардың бәріне төлейтін ақшаны алып тастаймыз. Өйткені бұл 21 ғасыр, қазір дамыдық, интернет бар, ғаламтор бар, тікелей уже біз жаңағы өндірушіден аламыз. Міне сондықтан желілік маркетингке көшіп жатқан бірден бір себебі осы. Өйткені желілік маркетингтің тағы бір артықшылығы, бос уақытыңыз болады, ешкімге тәуелді емессіз, 8 сағат бұрынғыдай таңнан кешке дейін отырып жұмыс істеудің қажеті жоқ. Өз уақытыңызды өзіңіз тиімді пайдаланасыз. Сосын қаржылық бостандық. Жаңағы бір зарплатаға қарап, бір жалақыға қарап, сарғайып соны күтіп отырмайсыз. Қандай мөлшерде жалақы алғыңыз келеді, қанша тапқыңыз келеді айына, күніне, өзіңіз бұл жерде қалай еңбек етесіз, солай табасыз. Сосын әрине саяхат, жағдай жасағаннан кейін не істейміз енді? Саяхаттау керек, ел көру керек, жер көру керек, балаларымызға көрсетуіміз керек. Міне осындай желілік маркетингтің артықшылығы. Бұл компанияның негізін қалаушы канадалық, міне көріп тұрсыздар, жас жігіт Йони Ашуров. Отбасымен, міне 2 қызы бар. Вообще қазір бұл ірі кәсіпкер, бизнесмен, маркетолог, қазір Америкада тұрады, Американың азаматы. Міне осы идеяны, осы клубтық жүйені 2013 жылы іске қосып, көптеген қонақ үйлермен, жаңағы круиздік линиялармен келісім шартқа отырып, осындай міне бізге платформа құрып ұсынып отыр. MWR Life бұл клубтық жүйе, яғни тек қана осы клубқа мүше болу арқылы ғана ондағы барлық мүмкіндіктерді пайдалана аласыз. 2013 жылы құрылған, жаңағы Америкада, Гонконгта, Францияда өкілдігі, жаңағы офистары, үлкен офистары бар, жұмыс істеп тұр. Қазір міне орыс тілді нарықтың ашылуына орай 4-ші осындай үлкен кеңсе, жаңағындай представительство дейді ғой, сол Мәскеу қаласында болады, алла жазса. Тағы бір маңызды ақпарат, негізі туризм саласы қазіргі соңғы жылдардың статистика бойынша соңғы жылдарда ең табысты бизнес болып саналады, өйткені статистика есеп бойынша. Мысалы 2018 жылы именно біздің осы MWR Life компаниясы өзінің жылдық табысын 4 есеге дейін жаңағы артық орындаған. Нормадан 4 есеге артық орындаған, яғни өте мол табыс тапқан деген сөз. Сол бойынша, сол көрсеткіш бойынша, міне әлем бойынша 500 MLM компания болса, 500, соның ішінде топ 10 компанияның жаңағы ішіне кірген, именно 9-шы орында тұр. 2017 жылдың қорытындысы бойынша. Сайттан Business for Home деген сайт, қарап көрсеңіздер болады, интернеттен теріп. Туризм саласы 2017 жылдың қорытындысы бойынша 8 триллион долларды құраған екен табыс. Именно бұл не деген сөз? Әрбір 10-шы доллар саяхатқа жұмсалады деген сөз. Сіз бен біз демалмасақ та, жаңағы өте жиі демалатын адамдар өте көп деген сөз. Қазір Қазақстанда адамдар көп өте жиі демалатын. MWR Life бұл кәдімгідей сайт, портал, сіз жаңағы барлық туризм салаларының ішінен таба аласыз дедім ғой. Мысалы Booking.com бәріңізге белгілі, қонақ үйлерді әлем бойынша бронь жасайтын. Expedia деген сайт, осындай сайттармен бірге қатар тұр. Даже олардан артық, өйткені бұл жерде жаңағы түрі көп. Бағасы да арзан, и туристік жаңағы ұсыныстардың түрі көп. Бұрынғыдай турагентствоға барып, делдалдарға ақша төлеп, ондай заман қалған. Қазір бұның бәрін сызып тастап, біз қазір тікелей, жаңағы айттым, тікелей өндірушінің өзінен аламыз. Клубтық жүйе қазір бәрі. Міне, мынау біздің портал, сайтымыз, яғни MWR Life-тың сайты. Сіз біздің клубқа мүше болсаңыз, міне мыналарды аласыз. Қонақ үйлер, әлем бойынша 500 мың қонақ үй бар. Круиздар, 35 круизный линиямен жаңағы келісім шарт бар.
Автокөліктер, Европаға барсаңыз, мысалы, автокөліктерді осын басып қаласыз да, ішінен өзіңізге ұнаған автокөлікті 1 суткаға, 2 суткаға жалға аласыз, өте арзан. Авиаперелеттар ұшу, тоже бұл жерден қазір бізде Қазақстанда Эйр Астана қосылған. Курорттар, ЖД транспорт дейді, ЖД жаңағы темір жол, тоже Европада қазір. Сосын активный отдых, жаңағы курорт экскурсиялар, сосын горящий жаңағы турлар. Тағы бір айта кететіні, именно СНГ-нің жаңағы елдеріне осы компания келгеннен кейін пакеттік турлар қосылды. Пакеттік турларды өздеріңіз білесіздер, ол ішінде жаңағы ұшуы да, жататын орны да, қонақ үйі да, тамағы бәрі кіретін, сондай кәдімгі уже упакованный дайын дейді, дайын сондай турлар. Ары қарай бағасын көрсетеміз. Міне мысалға бағаларды көрсететін болсақ, қараңыздар. Рыночный цена, нарықтағы бағасы, мысалы, қонақ үйдің $466, міне 5 жұлдызды қонақ үй $466. Мысалы, Booking.com, Expedia, басқа жерлерден қарасаңыз, сайттардан осындай тұрса, біздің клубтың мүшелеріне $294. Көрдіңіз ғой, қандай разница, $172 үнемдеп тұрсыз. Сол сияқты, мына жерде 288 тұрса, басқа сайттарда бізде $199. Ары қарай, міне осындай мысалдар өте көп, сайтты ашып өздеріңіз көре бересіздер. Қазір соңында подробно көрсетеміз. Қазір көрсетеді, міне қанша процент скидка беріп тұрған, 52%-ға дейін, 47% скидка беріп тұрған, әртүрлі осындай. Осылай кете береді. Круиздар, міне, мысалы, круиздар $184 экономия. Қазір тағы толығырақ көрсетеді ағаным соңында. Міне осындай скидкалар бар, жақсы. Сонан кейін бізде гостевой пас деген мынандай кабинетімізде мынандай сертификаттар бар. Бұларды сіз кез келген айналаңыздағы адамға, мысалы, біреу Турцияға кеткелі жатыр, демалысқа, соған алып сыйға тартып берсеңіз болады. Мысалы, ол жерде каждый мына купонда $250 бар. Яғни $250 дейін ол қонақ үйді скидкамен алады деген сөз. Қонақ үй қанша скидка береді, соған пайдаланылады. И олардың жағы үнемдеген ақшасы сізге, бізге, яғни клуб мүшелеріне ақша болып, жаңағы кошелегімізға түседі. Наличный ақша болып. Міне осылай. Енді не істеу керек? Алдымен біздің клубтың осы барлық мүмкіндіктерін пайдалану үшін сізге бұл life experience-тар сосын айтасың. Сізге ең алдымен серіктес болу керек. Біз сияқты, Айғаным сияқты, мен сияқты, ол үшін міне 2 пакет беріледі бізге. $250 тұратын, міне $250 тұратын про пакет, және келесі пакет, элит пакет, ол $400 тұрады. Қайдан ажды көрсетілмеді? $400 тұрады. Бізде клубтық жүйе болғандықтан, ай сайын $90 жаңағы өзіміздің саяхатымызға жинап отырамыз. Өйткені бұл клубтық жүйе деген білесіздер, кез келген клубқа мүше болсаңыз, өзінің абонентский ай сайынға төлемақысы болады. Сол сияқты бізде де ай сайын $90 сіздің саяхатыңызға жинап отырасыз. Бұл жылында $1080 болады бір жылда, яғни 12 айда. Сонан кейін сізге 100% сол ақшаңыз қанша бар шотыңызда, соның бәрі доступный болады, аласыз да жаңағы саяхатқа бара бересіз. Саяхат туралы толығырақ Айғаным айтады. Life experience дейді, бізде командамен баратын саяхаттар негізгі біздің продуктымыз. Міне осылай, бұл $90 өз қалтаңыздан шығармаймын, неге тегін болмайды десеңіздер, ол үшін де қарастырылған, онда толығырақ айтам кейін. Компанияның есебінен тегін қалай жинауға болады $90. Бұл пакетке не кіреді? Сіз $250 сатып алғаннан кейін серіктес боласыз, сіздің өзіңіздің жеке рефералды сілтемеңіз болады. Сол арқылы сіз адамдарды шақырып, өзіңіздің артыңыздан қоса бересіз. Ол шақыртуды алмай, ешкім жеке өзі барып еш жерден қосыла алмайды, еш жерден левый мүше бола алмайды. Міне пакетке не кіреді сонымен? 4 қосымша жаңағы саяхатшы деймі? Дополнительных путешественника. Яғни сіз өзіңіздің аккаунтыңызға қосымша 4 адамды тіркеп қоясыз.
ол адамдар сіздің сайтыңызды пайдаланады, барлық скидкаларды пайдаланады, жаңағы жеңілдіктермен дем алады, бірақ та сіздің ақшаңызды көрмейді, жаңағы тек қана сайтты ғана бағаларды пайдаланады, сол сайтқа ғана доступ болады, ода өзінің логині болады, өзінің паролі болады, сол арқылы кіреді. Ол адамдар, мысалы, жылына 2 рет, 3 рет демалатын адамдар бар ғой, соларды тіркеп қоясыз, жақындарыңызды немесе отбасы мүшелеріңізден, иә. И каждый осы 4 адамның әр біреуі өзімен 5 адамға дейін алып кете алады. Сізге қандай пайдасы бар? Сіздің аккаунтыңызға тіркелгендіктен әр жаңағы демалған сайын ол адамдар сізге кэшбэк түсіп отырады. Ол кэшбэктер сізге travel credit дейді, жинала береді. Сіз соны сонан кейін өзіңіз саяхаттаған кезде жеңілдік ретінде пайдаланасыз, немесе көп жиналып тұрса, уже сізге тегін болады саяхатыңыз. Сосын 5 гостевой пас дейді. Ай сайын беріліп тұрады. Гостевой пас деген жаңағы $250 бар сертификаттар. Осындай сізге 5 данасы беріледі тіркелген сәтте. Пайдалансаңыз, біреулерге берсеңіз болады, бермесеңіз кабинетіңізде жинала береді. Ай сайын 5 данасы беріліп тұрады жаңадан. Сосын әрбір жаңағы адамдарыңыз саяхаттаған сайын, айттым ғой, тур кредиттар сізге жинала береді. Онан кейін осы элит про пакет $250 тұратын, соны элит пакетке ауыстырғыңыз келсе, ары қарай $150 қосып төлей саласыз, апгрейд жасап, элит пакетке ауысуыңызға болады. Элит пакеттің артықшылығы неде? Бұл $400 тұрғанымен, оның жаңағы артықшылығы сізге топтық саяхат дедік қой, жаңағы life experience, соған 10% жеңілдігіңіз болады. Мысалы, тур бір $600 тұратын болса, сізге тағы да 10% жеңілдік береді. Сонан кейін сіз сайтқа шыққан осы life experience-тарды про пакеттен қарағанда 72 сағат бұрын көресіз. Сосын тағы сізге $100 береді саяхатыңызға, жаңағы $90 бөлек $100 береді. Ол сізге сразу жаңағы доступный болады, сыйлық беріледі. Сондай-ақ жаңағы $250 бар сертификаттан, купоннан сізге 20 дана беріледі бұл жерде, элит пакетте. И ай сайын 5 штугы қайтадан беріліп отырады. Міне соларды сіз не сату арқылы, сыйға беру арқылы сатсаңыз да пайда табасыз, жаңағы каждайында $250 бар, иә. Біз айта кетейін, міне көріп тұрсыздар, MWR Life дейді, это ваши будущие путешествия дейді. Яғни сіз осы клубқа мүше болсаңыз, саяхаттау сізге гарантированный. Және біз осы жерде айта кетейін, тағы да ешқандай тур агент емес, біз тур оператор емес, біз жекелеген турларды бір қандай да бір 10% арзан бір жерде жаңағы ондай бағалар ұсынып, біз ондаймен айналыспаймыз. Біз именно өміріңізді өзгертуге жаңағы не беретін, құрал беретін консультант по образу, по стилю жизни дейді ғой, сондай консультант. Сізге тек ұсыныс береміз. Біз осы платформаны пайдаланып, осы идеяны пайдаланып, өміріңізді, өмір сүру стиліңізді өзгертіңіз деген осындай консультантпыз біз. Сонымен енді бізге компания, біз не үшін осы клубқа мүше болып жүрміз, ең бастысы бұл жерде осы идеяны пайдаланып, жаңағы табыс табу, бизнес жасау, қазір көріп отырсыздар, жаңа айттым, табысын туризм саласының именно қазір міне желілік маркетингке көшкеннен кейін біз осы ұсынысты ұсына жүріп адамдарға идеяны, осыны бизнеске айналдырамыз. Бізге компания табыс табу үшін 6 түрлі бонус берген, денежный, именно ақшалай бонус сіз қалай табасыз. Бірінші бонус за личные приглашения дейді. Бонус личных приглашений, яғни сіз адам шақырған сайын ақша табасыз. $25 аласыз. Міне, мысалы, сіз өзіңіз $250 төлеп серіктес болдыңыз. Сіз қалды. Не знаю. Қағазға көрсетейінші. Дұрыстай берсін, үлемін қағазға көрсетейін. Міне, сіз $250 төлеп, $250 төледіңіз. Серіктес болдыңыз, серіктес болдыңыз, сонан кейін адам шақыра бастайсыз.
Бізде кәдімгі линейный, классикалық линейный маркетинг. Неше адам шақырсаңыз да бірінші линияңызға өзіңіз білесіз. Бірінші адамды $250 шақырсаңыз, одан сіз $25 жедел, сол моменте, сол сәтте жедел ақша табасыз. Екінші адамды шақырсаңыз $250, одан да $25 аласыз. Үшінші адамды 250-ге шақырсаңыз, тағы да одан да $25 ақша түседі сізге. Сол сәт тіркеген сәтте, сол сәтте түседі сіздің кошелегіңізге. Егер $400-ға жаңағы элит пакетке шақырып біреуді тіркесеңіз, артыңыздан онда $50 аласыз. Екінші тағы элитке шақырсаңыз, тағы $50 аласыз. Осылай сіз қанша адам шақырып, қанша табыс табатыныңыз өзіңізге байланысты, өзіңіздің жаңағы белсенділігіңізге байланысты. Нені бас жүрді? Солай міне бұл жедел бонус, осылай ала бересіз. Қанша адам шақырсаңыз өзіңіз білесіз. $250-ға шақырсаңыз $250-ға шақырсаңыз $25 аласыз, $400-ға шақырсаңыз $50 аласыз. Жедел сол сәтте сіздің жаңа кошелегіңізге түседі. Міне, жаңа айттым ғой, $90 ай сайын өзіңіз жинамай, компанияның есебінен тегін болғанын қаласаңыз, осылай адам шақырасыз. Үшінші адамды шақырған күннен бастап, үшінші адам тіркедіңіз, сол күннен бастап сіз $90 ай сайын төлеу жаңағы босайсыз, төлеуден босайсыз. Яғни компанияның есебінен болады ол сізге. Қалай екен, кейінірек айтамыз, иә. Элит пакетке шақырсаңыз да солай жаңағы $400 тұратын, ол жерде де үшінші адам шақырған күннен бастап $90 төлемейсіз. Келесі бонус, екінші, Rising Star дейді, немесе жедел быстрый старт. Оны қалай аласыз? Сіз 3 айда өте жақсы, мысалы $1650 3 айдың ішінде табуыңызға болады. Сізге компания өзіңіз тіркелген күннен бастап 30 күн уақыт береді. Ол сіздің 1-нен 30-на дейін деген сөз емес. Сіз қай күні тіркелесіз, келесі айдың сол күніне дейін сіздің өзіңіздің личный месяц дейді, жеке айыңыз болады. Сол айдың ішінде сіз 3 адамды шақырсаңыз, жаңағы 25-25-25-тен $75 аласыз ғой. Тағы да оған қосып $150 сізге компания береді. Өйткені сіз 1 айдың ішінде осы нені орындадыңыз. Сол үшін сізге $150 береді компания. Бонус сыйлық. Онан кейін 60 күн уақыт ары қарай сізге өзіңізден кейінгі сіздің адамдарыңыз тағы да 3-тен шақырғанда сіз $600 аласыз. Яғни командаңызда 12 адам, 12 адам. Онан кейін 90 күн сізге сіздің тіркелген уақытыңыздан бастап 90 күн есептеледі. Сол 90 күннің ішінде сіздің екінші жаңағы линияңыз 3-тен шақыру керек сіздер сияқты. Сол кезде сіздің командаңызда 39 адам болады. Сіз $900 бір реттік жаңағы компаниядан сыйақы аласыз. Бірінші бастаған адамдар сол кезде. Онан кейінгі бонус expansion бонус дейді. Бұл өте ақшасы көп, ақшасы мол, сондай күшті бонус. Кодовый бонус дейміз. Бұл жерде сіз $10 бастап $150 дейін әрбір жаңа адамды тіркеген сайын ала аласыз. Бұл жерде сіздің статусыңызға байланысты бонустар. Бізде қараңыз, біздің компанияда 7 статус бар, 6 статус бар. Менеджер боласыз, онан кейін сеньор менеджер, ария менеджер, дистрикт менеджер, региональный менеджер, национальный менеджер. Міне сіз менеджер болу деген сөз, 3 адамды шақырып, сіз $90 төлеуден құтыласыз, яғни ай сайын компанияның есебінен алып отырасыз. Міне сол кезде сіз 4-ші адамды қоссаңыз, мысалы, міне қараңыз. Сіз менеджерсіз, Сіз менеджерсіз. Сізден кейін 3 адам бар. Сіз өзіңіздің бонустарыңызды алдыңыз. Енді осы менеджер статусында сіз 4-ші адамды қоссаңыз, сіз одан міне жедел $25 аласыз. Қосқан үшін бірінші бонус бойынша. И плюс $10 аласыз. Өйткені міне кесте бойынша менеджер $10 алады. Көрдіңіз ғой, Сонан мынау адам енді адам шақыра бастайды. Бұл да, команда қарады. Бірінші 3 адам шақырады. Онан кейін бұлар әрқайсысы 3 адам шақырады. Солай кете береді. Міне сол кезде, онан кейін мынау глубина мына жақ кетті, Уже сіздің астыңыздан команда өсіп жатыр.
мына жақтан өсіп жатыр команда, мынадан кетіп жатыр міне. Сол әрбір қосылған адамнан сіз плюс $10 алып отырасыз. Сіз алып отырасыз плюс $10. Өйткені әрқайсысы үшін. Именно осы сіздің осы веткаңыздан. 4-ші адам. Мына жерде сіз 5-ші адам қосуыңыз мүмкін. Одан да команда өсуі мүмкін. Сонда каждыйынан сіз плюс $10 алып отырасыз. Егер статусыңыз жоғары болса, сеньор менеджер болсаңыз, мысалы қазір мен сеньор менеджермін, егер мен жаңадан бірінші линияма адамдар қосатын болсам, міне $20. Мына жерде уже 25 плюс 20 болады. И каждый тіркелген адамнан әрбіреуінен $20 алып отырам. Онан кейін, мысалы, міне ария менеджер болған кезде 25 қосу $45 алып отырасыз. Онан кейін міне дистрикт болған кезде 25 қосу 55 әрқайсысынан. Ол сізге шектеу қойылмайды, глубинаңыз кете береді, соның әрқайсысынан сіз осындай бонустарды алып отырасыз. Онан кейін региональный болған кезде 25 қосу 65, национальный болған кезде 25 қосу 75, осылай ала бересіз. Бұл өте көп ақша. Онан кейінгі матчинг бонус дейді. Яғни бұл матчинг бонус сіздің бірінші линияңыздан, сіз өзіңіз жеке шақырған адамдарыңыздың товар обороты бар ғой, енді олар қанша адам шақырып, қанша жалақы табады, соның 25%-ін сіз аласыз. Өйткені сіз спонсорсыз, оған көмектестіңіз, команда құруға жаңағы. Сол үшін сіз 25%-ін алып отырасыз. Мысалы, сіздің шақырған бірінші адамыңыз $4,000 табатын болса, сіз оның $1,000-ын аласыз. Екінші адамыңыз $10,000 табатын болса, оның $2,500-ын сіз аласыз. Үшінші адамыңыз мысалы $6,000 тапса, сіз оның $1,500-ын аласыз. Төртінші адамыңыз $8,000 тапса, сіз оның $2,000-ын аласыз. Ештеңке істемей, сіз оларға көмектескеніңіз үшін, шақырғаныңыз үшін, спонсоры болған үшін осындай жалақы аласыз. Онан кейінгі табыстың түрі пассивті табыс. Пассивті деген енді білесіз, ол уже команда құрғаннан кейін ол сізге түсе беретін сондай күнделікті ай сайынғы ақша. Бізде бір серіктес 3 балл болып есептеледі. Осы пассивті табысқа жету үшін сізде 9 балл болу керек. Яғни сіздің шақырған бағанағы 3 адамыңыз бар ғой, міне. Мына бірінші, екінші, 3 адамыңыз, каждый 3 балл. Мына 3 балл, мына 3 балл, мына 3 балл. Сізде 9 балл болды, міне. 9 балл болды. 3 серіктестен сіз күніне $3 алып отырасыз. Үшінші адамды тіркеген күннен бастап, сізге күніне $3 кабинетіңізге түсіп отырады. Бұл айында 30 күнге көбейтесіз, айында $90 болады. Бұл $90 деген бағанағы сіздің членский взнос дейді ғой. Ай сайын сіздің саяхатыңызға жинайтын $90. Міне осы жерден ол алынады да сіздің жаңағы кабинетіңізге, саяхатыңызға бөлек жиналып тұрады. Онан кейін ары қарай міне сіз командаңызда 12 адам болады. Әрқайсысы 3-3-тен шақырғанда 12 адам болады. 36 балл болды командаңызбен. Сіз сол кезде күніне $10 аласыз. Күнінде. Айында бұл 30 күнмен көбейткенде $300. Тек пассивті табыс бойынша. Онан кейін бағанағы бонустар бар. Олардың бәрін қосқанда $300-ден $500 аласыз. Онан кейін міне командаңызда 39 серіктес, 125 балл болды. Күнінде $20 аласыз. Айында $600, 600-ден 800. Неге 800? Өйткені бағанағы матчинг бонус бар, мгновенный жедел бонус бар, соның бәрін қосқанда осындай ақша аласыз. Міне осылай таблица бойынша кете береді. 120 серіктесіңіз болғанда командаңызда күніне $40, айында $1200 тек пассивті табыс. Онан кейін $80 күніне, айына $2400. Міне осылай кете береді. Айына $300. Біздің мысалы менде қазір 17 адам күніне $10, айында нандай доллар. Біздің Лобановта жаңағы Ольга мен Николай деген күнінде $300 оларда, $9,000 айында. Бұлар өздеріңіз ойлаңыздар енді. Марттан бері ғана жұмыс істеп жатыр. 5 айдағы адамның табысы. Менде $3 күніне. Айғанымда $3. Ол жаңағы компанияның есебінен саяхаты өзі ақша шығармайды деген сөз. Міне осылай кете береді, өсе береді. Ең арғы таблицаның ең соңында, міне самый потолок дейді ғой, қай жерге дейін барамыз. $15,000 күніне, айына $450,000. Бұлай қарасаңыз ертегі сияқты, барақта ертегі ештеңе жоқ, адамның қолынан келеді, осыны адамдар бар алып жатқан. Мысалы, Европаның нарығын ашқан, осыдан 2 жыл бұрын ғана
Кейти Тэтчер деген біздің анау төбемізде тұрған, жоғарыда тұрған спонсорымыз 2 жылдағы табысы $300,000 айына. Күніне $10,000, даже одан көп болады екен. Міне ол кісілердің бәрімен Алла бұйырса, барып танысамыз. Онан кейінгі бонус бұл уже сіздің командаңыз саяхаттай бастайды ғой. Енді сіз ария менеджер болған кезде, күніне $40 табатын кезде, күніне $20 табатын кезде, сіздің командаңыз уже саяхаттай бастағанда, сол олардың үнемдеген жаңағы ақшаларынан сізге кэшбэк түсіп отырады. 4%-ын сізге төлеп отырады. Дистрикт болсаңыз 6%-ы сізге келіп отырады қалтаңызға ақша болып, региональный болсаңыз 8%, национальный болсаңыз 10%. Бұл қосымша табыс. Былай қарасаңыз аз сияқты, бірақ та на самом деле өте көп ақша. Міне, мысалы, командаңыздан 250 адам саяхаттайтын болса, жылына 4 рет жаңағы осы порталды пайдаланып саяхаттайтын болса, $100 экономить етсе, сізге қараңыз қандай ақша келіп тұр. Миллион ба? $100,000 экономия болса, соның 4%-ін сіз аласыз, немесе 6%-ін аласыз, немесе 8%-ін, осындай көп ақша. Міне басында басталған кезде, март айындағы, міне қазақстандықтар көп тұрсыздар, міне Майра, Асылхан, Динара, міне мына қыз Қазақстанға бірінші әкелген осыны. Интернеттен тауып алып, мына кісілерді өзі қоңырау шалып, хабарласып, міне шыққан Қазақстанға бірінші әкелген адам. Күнде қасымызда жүрген қыздар, қазір командасында 300-ден артық адамдар бар, күніне $20, $40 алып отыр, 4 айда. Күніне $40, $20 мен есептегенде қанша айында? $800. Ештеңке істеп жандары қиналып жатқан жоқ, команда құрды. Бірақ оңай ештеңе жоқ, бұның бәрі еңбекпен келеді. Міне біздің Йони Ашуров негізін салушы президентіміз. Ол кісінің айтуы бойынша қараңыз, раньше дейді, успех измерялся вашим банковским счетом дейді. Шын ғой, банкте қанша ақшаң болса, сен байсың. Сонымен жаңағы анықталатын. Новое понимание успеха определяется свободой времени, вашим жизненным опытом и вкладом в других дейді. Шын ғой. Қазір кімнің көп уақыты бар? Өйткені ғаламтор, интернет дамыған заман, сол арқылы табыс табуға болады. Осымен бағаланады екен қазір. Банктегі ақшамен емес. Міне біздің компанияда жылына неше рет өтіп тұрады, компанияның серіктестеріне арналған үлкен конференция халықаралық май айында өткен. Осы жылдың май айында болған. Қазір міне октябрьдің 6 күні болады. Қазанның 6-сында Парижде Grand Rex деген андай үлкен кино жұлдыздарды марапаттайтын сондай үлкен театр бар екен Парижде. Сол жерде атақты Grand Rex деп көрсеңіздер болады. Сол жерде халықаралық конференция өтеді. Алла бұйырса командамызбен барғалы жатырмыз. Міне дайындық үстіндеміз. Қазақстаннан 25-30 шақты адам барамыз. Визаға тапсырып жатырмыз. Міне осындай үлкен іс бастап жатырмыз. Көзіміз жетті біздің, өткен қасымызда күнде араласып жүрген құрбыларымыз осындай ақша тауып жүр, көз алдымызда. Оның бәрін көргеннен кейін адамның қолынан келген нәрсе адамның қолынан келеді. Сондықтан сетевойдан қорқудың қажеті жоқ. Міне қазір қаншама адам кіріп жатыр, біз басындамыз, айттым, 5 ай болды компанияның келгеніне. Адамдар кіріп жатыр. Енді сіз өзіңіз ойланыңыз, қай жерінде боласыз? Осы әйтеуір бір ойланып жүріп отырып алып, адамдар жан-жағыңызда миллион тапқан кезде соңына барып тіркелесіз бе? Әлде қазір, мен де басында болайын, құрсын деп бірінші болып тіркеліп, артыңыздан команда жинайсыз. Ол енді өзіңіз шешесіз. Біз басындамыз. Осылай? Осындай. Енді қазір Айғаным сіздерге платформаны көрсетсін. Қысқаша кішігірім. Қандай біздің платформа? Компания туралы қалай кіру керек, қандай ақшалар табу керек деген сияқты. Енді ары қарай мен сіздерге біздің жұмыс платформамызды көрсетемін. Нақты, по факту дейді ғой. Қосылыңыздар бізге, біз әлі басындамыз.
Қазақстандан шығайық, анау Парижге барғанда Қазақстан дегенде шықпаймыз ба? Қазақстан алға деп. Мені аштым. Қазір сіздерге біздің платформаны көрсетем. Мұқият болыңыздар. Міне. Мынау біздің жаңағы айтып отырған бағаннан бергі платформамыз. Біз айттық, бұл MWR Life клубтық жүйе. Бұл онлайн туристический платформа, туристическая. Бұл жерде барлық қызмет түрлері бар. Міне, гостиницы, отельдер, пакетные туры. Бұл жақында ғана пайда болды. СНГ-да ашылғаннан кейін авиарейсы. Біздің қазір Эйр Астана номер 1 авиалиния Қазақстандағы партнеры с компанияның. Автомобили, поезда, круизы, курорт бәрі бар. Быстрые сделки. Жаңа Айгерім айтып өтті, сіздерге компанияның ең басты товары, продуктысы бұл Life Experience. Life Experience бұл біздің топтық саяхатымыз. Әлемнің кез келген нүктесінде мен сіздерге толығырақ түсінікті болу үшін ол наглядно қандай болады ол видео арқылы көрсеткендер. J'adore voyager. Life Experience деген не? Ол топтық осындай саяхаттар. Именно осы клубтың мүшелері ғана ол жерге бара алады. Компания біз үшін ұйымдастырады. Айына 2-3 варианттар ұсынады. J'adore prendre du plaisir. Бұл где-то 2-ден 3 күн, 3-5 күн, тіпті 7 күнге дейін барады. Кейбір нелер круиздар да бар. Бұл Life Experience-тің ішінде. Проживание только VIP отельдарда, трансфер, экскурсии, C'est incroyable de voir autant de personnes qui s'amusent ensemble sur les mêmes activités, de voir à quel point MWR Life c'est une communauté. Тегін саяхатқа болады, осыған тегін баруға болады. Осыған тегін баруға болады, скидкамен баруға болады. Тіркелген күніңізден бастап, сол моменттен сіз келесі күнге бронировать етіп бара берсеңіз болады. Күту деген ондай не жоқ. Біз сияқты серіктестер осы компанияның демалып. Біз барғанда өзіміздің видеомызды түсіреміз. Мынау Европада болған Life Experience-тің видео. Life Experience не деген сөз? Өмірлік тәжірибе деген сөз. Life Experience. Өмірлік тәжірибе. Je suis consultant chez MWR Life et je suis ici à ma première life expérience. Ancré sur tous les gens du club. Что я? Адасам деп қорықпайсың. Қаншама команда 40-50 адам бірге барасың. Қызықты демаласың. Отбасыңызды бала шағаңызды алып кетсеңіз болады. Өзіңіз бармасаңыз орныңызға біреу жіберуіңізге де болады. Moi, c'est ma troisième et je suis vraiment très séduit par ce concept. Voyager gratuitement, quand on dit gratuit, ça n'a pas le même goût. Aujourd'hui, on peut, grâce à cette compagnie, voyager gratuitement. C'est ce que tu penses ou pas? C'est bien ce que je pense. C'est vraiment ce que je recherche et c'est ce qu'on est en train de vivre. On a passé une soirée fabuleuse. Je sais qu'on ne veut peut-être pas parler de ça, mais une soirée fabuleuse. On est partis tous ensemble. Сондай Life Experience-тар Дубайда өтті, қазір Сочида намечается, Нью-Йорк, Коста-Рика, тақай жақ, Карибский острова, круизы. Бұлар бұндай варианттар айына 3 түрлі сізге ұсынып таңдағаныңызға бара аласыз. Жұмысымыз осы, демалысты ұсынып ақша табу, демалып жүріп ақша істеу. Life Experience деген осындай саяхат түрі. Келесі, бізде жаңа айттық, сайтта аптасына бір рет бізге осындай платформа именно партнерлар үшін быстрые сделки дейді. Горячие предложения ұсынып тұрады именно әлем бойынша қонақ үйлерге. Қазір міне тұрғанын көріп тұрмыз. Бұны мен сіздерге мына жерден толығырақ көрсетейін. Міне бағаларын сіздерге наглядно білулеріңіз үшін. Мысалы, бір күнге тұр, 23 сентябрьден 24 сентябрьге дейін. Екі үлкен адамға қараймыз бағасын.
қазір бізге горячее предложение шығады. Поиск гостиницы. Міне көріп тұрсыздар, барлығы көз аударыңызда істеп жатыр. Осылай үйде отырып, сайтты ашып, өздеріңіз ұнаған бағытыңызды таңдап, ұнаған жағыңызға есептеп, демалысыңызды бәрін. Міне қараңыздар, 2 адамға, 2 адамға нарықтағы бағасы 34 мың теңге. Мұнау Картагена дейді, Колумбияда 4 жұлдызды қонақ үй, 75% скидка беріп тұр бізге. Экономия участника дейді, горячее предложение, мені қанша экономия тұр. 34.700-дің гостиницасын 2 үлкен адам 8 мың теңгеге алады. Біздің партнер болуға. 2 адамға бір күнге 8700. Мынаны қараңыздар. Германия. Германияға бізде прямой рейстер да бар. Германияны жақсы көретін адамдар бар, мен сияқты. Мен Германияны өте қатты жақсы көремін. 75% скидка 5 жұлдызды қонақ үйге беріп тұр. Қараңыздар, нарықтағы бағасы 123 мың теңге 2 адамға бір күнге. Ал бізде 31 мың теңге бір күнге. Қанша экономия? Мына жерде 28 мың, мына жерде 63 мың экономия. 31 мың теңге. Келесі үшінші гостиница осы аптаға берілген, Хилтон дейді. Хилтонды білесіздер енді қандай дәрежеде екен. 5 жұлдызды, Новая Зеландия 71% беріп тұр. Нарықтағы бағасы 74 мың, бізде 22 мыңға аласыздар. 2 адамға бір тәулікке. Осындай предложениялар аптасына 3 рет әр түрлі қонақ үй шығып тұрады. Қалағаныңызды алып бара берсеңіз болады. Содан кейін сіздерге арғарай круизді көрсетейін, потому что қазір барлығы айтсам мен круиз ба сенде деп сұрайтындар өте көп. Міне барлығы бар бізде. Қонақ үй де бар, перелет та бар, пакетный туры, круиз да бар. Қазір круизді көрсетем. Бағаларын қандай болады? Бізде круиздық линияның өзіне 20% скидка. Неге екені жаңағы круизный линиялармен договорға отырған кезде, келісім шартқа отырғанда Иония Ашуров сондай, Иония Ашуров президентіміз солай келіскен екен. Бізде оптовый цена болады, и өздерінің ұсынған бағасынан, круиздық линияның ұсынған бағасынан еще 20%-ға жеңілдік болады бізде. Именно біздің платформада. Круиз ба бізде? Жоқ, гостиница тұр екен. Все. Міне круизді бастық, барлық нелер шықты. Міне направлениені таңдаймыз. Бізге қазір Европа қызық, Европаны қарайық. Длительность, давайте 6-9 күн болсын, 6-дан 9-ға дейін. Фортты көрсетпейік. Давайте 2 үлкен адамға, 2 балаға қарайық. Көбірек адам болсын. Мысалы, бір семьяның адамдарына деп қарайық. Датаны таңдаймыз. Міне бізге уже сентябрьға можно. Қазір августтың аяғы болды уже. Біз сентябрьға круиз бронировать ететін мүмкіндігіміз бар. Круизный компания көрсетуші. Міне круизный компания. Басылама? Жоқ. Қазір кішкене міне. Поиск круизі. Іздеп жатырмыз қазір. Біздің таңдаған бағытымыз бойынша, уақытымыз бойынша 218 дата табылды. Көрдіңіз ба? Қандай көп вариант. MSC. Қараңыздар, жаңағы мен айттым, біз уақытын қалай шығып кетті? Бір адамға көрсетіп тұр. Бір адамға бір күні ма? 9 мың теңге. Дәрсе неге? Бір түн дейді. Давай мына жерге длительностьтіңіз қойылмай қалды ғой. 6-дан 9 түн деп алайық. Взрослые. Мына жерден круизная компанияны көрсетіп кетейін сіздерге. Міне қараңыздар. Азамара, Carnival, Costa Cruises, Disney, MSC, Norwegian. В общем, круизная линиялар өте көп. Біздің партнер болып жатқан. Қайтадан поиск басайық. 6-дан 9 түн деп қарап жатырмыз. MSC круизный линия бәріңіз білесіздер, 300 жылдық тарихы бар
қазір соңғы кезде көптеген новый корабльдар уже іске қосып жатыр. Соның ішінде Sea-View, жоқ Sea-View емес, Симфония Марии деген. Так, бір минут. 144 түрлі вариант шықты бізге дата отправки. Вот қараңыздар. Біз 2 үлкен адам, 2 балаға деп 4 адамға 6-дан 9 түнге қарадық. Бағаларын көріп тұрсыздар ғой. 111 мың теңге бір адамға. Кризиосы. Бұнда жаңағы сразу давайте маршрутташайық, MSC. Қай жерлерге бара аласыз сіз осы немен? Міне. Дата 6 сентябрь күні. 6 сентябрь күні шығады Роттердам, Нидерландыдан. 7 сентябрь Ноттердамда. 8 сентябрь Германияда, город Гамбург. Понедельник Көлде. Келесі 10 күні 13 сентябрьде Францияда. 11 күні Англияда, оңтүстік Хэмптонда. 12 күні Бельгияда, Зибрук дейді қала. Сосын соңғы күні Нидерланды, Роттердам. Келген жеріңізге қайттан келесіз. Сонда қараңыз қанша елді, қанша қаланы көріп тұрсыз, иә? Барлығы ішіне кіреді, бұл жерде бүкіл питание, жаңағы бүкіл развлечение корабльдің ішіндегі. Барлығы осы 111 мың теңгеге кіріп тұр. Бүкіл әлемді аралап шығасыз. Осындай варианттар өте көп. Жаңа 144 түрлі дата шықты бізге. Соңғы шығып жатқан жаңағы новый лайнерлардың барлығы партнерларымыз. Және тағы бір айтатын нәрсе, бұл круиздан кэшбэк жақсы түседі. Өте жақсы түседі. Сіз мысалы 111 мыңға бронировать еттіңіз бір адамға. Содан сізге еще рахмет, біз арқылы бронировать еткеніңіз үшін деп сізге ақшалай бонус түседі кошелегіңізге. Ары қарай нені көрсетеміз? Пакетный туры көрсетейік. Бізде қазір жаңадан именно осы орыс тілді рынок үшін компанияның ұсынған пакеттік турларын көреміз. Осындай біздің платформа. Міне пакетный туры көріп тұрсыз ғой, басамыз. Қазір бізде сезон Турция, скоро бархатный сезон болады, настоящий для купания, особенно кішкентай балалар бар адамдар үшін. Өте жақсы сезон. Турцияны қарап көрсетейін сізге, бізде енді атақты направлениялар ғой. Астана, Нұр-Сұлтанды аламыз қазір. Направление. Қостанай, Қарағанды бәрі бар. Барлығынан Шымкентте бар даже. Қай жақтан шықсаңыз. Ой. Ақтау, Атырау, Қазақстан тур қаласы. Где? Нұр-Сұлтан. Қазір біз Астанадамыз ғой. Қайда басылмай қалды? Қазір шамалы. Неге істеп тұр? Нұр-Сұлтан. Кетеміз Турцияға, Турция ойында активный. Қазір енді спрос бар, сезон болып тұрған Турция. Көрейік. Пассажир екеуді аламыз ба? Бір адам аламыз. Екеуді аламыз. Давайте бір адамға көрейік қасымызға. 7 күнге, 7 түн, 8 күн. 31 тамыз. 31 тамыз міне, скоро, көрейік. Қандай пакетный турлар шығады екен? Или 2 адамға қараймыз ба сразу? Семейный параларға. Қазір шығарсын, сосын біз 2 адамға сразу өзгертейік та, чтобы әйелмен күйеуі мысалы баратын болса, мына жерге пассажир санын өзгертіп алайық. Пассажир 2 взрослых дейміз. Бала болса, баланы да енгізді. Жасын көрсетесіздер. Поиск туров, қазір пакетные туры, где все включено қарап жатыр. Перелет, проживание, питание, трансфер с аэропорта. Соның барлығы ішіне кіретін пакеттік турларды қазір іздеп жатыр.
мына қараңыздар, 238 түрлі бізге вариант ұсынып тұр біздің платформа. Қараңыздар, 2 адамға 7 түн 8 күн барлығы кіреді ішіне, перелетіңіз бар, барлығы бар, 354 мың теңге. Бұл деген сөз екеуіне бөлгенде где-то 100 неше мыңнан ғана 100 неше мыңнан ғана өте күшті кемер, міне Турция предложение деп айтуға болады. Кемер, міне 300 неше мыңға 2 адамға целый 8 күн. Кемер, күшті. Өзіңіз таңдайсыз, қанша жұлдыз керек. Міне Сиде тоже Турцияда өте мақтайды, керемет курортный орын деп. Варианттар көп. Қанша вариант шықты бізде? 200 бірнеше шықты. 200 бірдеңе вариант. Ішінен қалағаныңыз таңдап алыңыз. Отпускыңызға қарай. Ең бастысы, бұл жерде сіз турагенттер мен туроператорларға артық ақша төлемейсіз. Напрямую оптовый бағамен сатып аласыз. Тағы бір айтатын нәрсе, осы бұйырса октябрьдегі Париждегі конференцияда бізге чартерный рейстер қосылады деген жақсы жаңалық бар. Чартерный рейсті өзіңіз білесіз, намного арзан болады. Демек пакетный турлар бұл бағасынан одан да арзандап түседі деген сөз. Және лоукостеры білесіздер тоже, бағасы арзан авиалиниялар, олар да біздің партнер болып тіркеледі. Содан кейін міне айта кетсін, $450. Сосын міне қараңыздар, жаңағы біз айттық қой, кабинетімізде накапливаться етеді дедік. Жиналады біздің саяхатымызға ай сайын $90. Біз мысалы Айгерім екеуміз бір рет қана пакетті төледік, элит пакеттеміз біз $400. Бізде компанияның $100 бар, сыйлыққа берген. Сонымен қатар мынандай міне ай сайын $90 осы жерге жиналып отырады. Жинала береді, бір жылда $1080 болады. Соны қалаған уақытыңызда барлығын пайдаланып, осы тегін саяхатта деп отырғанымыз. Көріп отырасыз, ақшаңыз ешқайда жоғалып кетпейді көз алдыңызда. Пайдаласып назад істеп отырмын. Круиз көрсеттік, пакетті көрсеттік. Осы жарап қалатын шығар. Осы біздің платформа, міне барлығы реально, өтірік ештеңе жоқ. Сондықтан қорықпаймыз, қазір қосыламыз, серіктес боламыз. Неге? Басында айтып өттім, сіз қай жерде болғыңыз келеді? 3 жылдан кейін бізде сетевой маркетингте жалпы мынандай заң бар. 1, 9 және 90 деген. Естігендеріңіз бар ма білмеймін. Мысалы, бірінші жылда, яғни нарыққа жаңадан қана келеді ғой, жаңадан бір компания келіп кірген кезде әлі ешкім білмейді. Басында бірінші болып бастаған адамдар 1%-ке кіреді. 1% деген сөз сіздің чегіңіз, сіз миллионер боласыз деген сөз ғой. Сізге гарантия доллары миллионер болуға сізге мүмкіндік көп, жоғары, өйткені сіз басындасыз. Онан кейін 9 жыл болған кезде, нарықтың компанияға келгенде 9 жыл болған кезде, ондай мүмкіндік аздау болады. Өйткені уже адамдар, кіретін адамдар басында кіріп алды, табатын табысын тауып алды. Онан кейін кейінгі жылдар уже 90% жаңағы жұрт уже білетін болған кезде, бір 5 жылдан кейін, екінің бірі біледі, бұл компания, мысалы, МВ-ді қазір жұрттың бәрі біледі, сол сияқты бұны да уже елдің бәрі біледі, кіретіндер кіріп, уже бәрі. Ол кезде сізге кірудің да қажет жоқ, шамалы, өйткені сіз бәрі бір ондай миллиондық табыс таба алмайсыз, миллиондап. Енді табуыңыз мүмкін. Сол сияқты ойланыңыз, қай жерде болғыңыз келеді, басында болғыңыз келе ме, әлде онан кейін, деп отырып, деп бармағыңыз тістеп сосын келгіңіз келе ме? Сол, ешқандай қиындығы жоқ, бәрін үйретеміз, оқытамыз. Бізде міне Астанада осындай офисіміз бар, міне қараңыздар. Біз қазір мұнда офисімізде отырмыз. С утра келіп сіздерге көрсетейік, айтайық, информацияны берейік. Офис бар, күнде обучение офиста, қалай адамды шақыру керек, қалай сөйлесу керек, әлеуметтік желілерге қалай ақпарат беру, бәрін үйретеміз. Жан-жақтан қолдау, өйткені бізде бәріміз өзіміздің командамыздың өсуіне, табысқа шығуына біздің жаңағы интерес деп айтады ғой. Заинтересованымыз, өйткені ол адамдар өсіп табыс тапқан сайын біз де ақша аламыз. Біздің де ақшамыз өсе береді. Сондықтан біз әр біреуіне қолдау көрсетуге, көмектесуге, үйретуге, табысқа шығаруға жанымызды саламыз. Мысалы, басқа ешқандай наемный жұмыста сізге ешкім етпейді ғой, сен ойбай осы айда бір 100 алушы едің, айлығың осы айда бір 200 алшы деп ешкім саған шырпыр болмайды ғой. Бұл жерде именно сондай
ай сайын сіздің табысыңыздың, күн сайын табысыңыздың өсуіңізге бәріміз атсалысамыз. Жоғарыдағы спонсорлар. Сондықтан командамызға келіңіздер, қорықпаңыздар, тем более бұл туризм, бұл жерде сіз пакет товар көтеріп шаршамайсыз, склад жасамайсыз үйіңізде. Әдемі осындай туристік саланы ұсынып жүріп, өзіңіз саяхаттап жүріп, ертең бала-шағаңызды апарасыз шетелге тегін жаңағындай, компанияның есебінен. Сіздің істейтініңіз 3 адам шақыру. 3 адам өмірін өзгерткісі келетін, басқаша өмір сүргісі келетін, байланып отырғысы келмейтін, Былай қарасаңыздар, уақыт деген өте береді. Сол 1 жыл мысалы бізге де өтеді 1 жыл сол уақыт, сіздерге өтеді 1 жыл сол уақыт. Сол 1 жыл уақытты кім қалай өткізеді, 1 жылдан кейін ол белгілі болады. Сондықтан өмірлеріңізді жақсы жағына өзгертіп, қаржылай болсын, жаңағы саяхаттау мүмкіндіктерін ашу болсын, өмірлеріңізді жақсы жаққа өзгертіп, 1 жылдан кейінгі уақытта үлкен бір жетістіктермен жеткім келеді десеңіз, ойланбай келіп қосылыңыз. Себебі біз мысалы неше түрлі сетевойды істеп жүрген адамдар емеспіз. Бірінші сетевойымыз бұрын өз басым қатты қарсы болатынмын, сет десе болды, қашатынмын. Мұнаны көріп, бұл компанияның действительно беретін мүмкіндіктерін көріп, осознанно келіп, ешкім мені азғырмай, үгіттемей, өзім келіп қосылдым, істеймін, өмірімді өзгертемін, қолымнан келеді дедім. Өзіме сенімім мол, тек Алла бұйыртса, мол табыстарға жетеміз деген үмітпен жасап жатырмыз. Сондықтан келіңіздер, қосылыңыздар, бізде барлығын үйретіп көмектесуге дайынбыз. Бүгінгі эфирді көргендеріңізге рахмет, барлығыңызға сәтті күн болсын, демалыстарыңыз көңілді өтсін. Келесі аптадан бастап енді біздің офиста жолығайық. Жақсы сау болыңыздар. Сау болыңыздар, көріскенше келесі эфирге дейін.